Америка Құрама Штаты жыл сайын 12 сағат бойы мемлекетте қарулы күш, полиция, төтенше жағдай секілді үкіметтік нысандардың қызметін 100% толығымен тоқтатады. Яғни заңсыз еш үкіметтің ықпалынсыз күн болмақ. 12 сағат бойы мемлекет азаматтарына еш шектеу болмайды. 100% еркіндік, зорлау, ұрлық, тонау, адам өлтіру, барлығына заң жоқ. Void. Сәлем достар, сендермен бірге Ерасал. Бүгін біз сіздерге 2014 жылы жарық көрген «Тазарту анархия» фильмі жайлы айтамыз. Фильмнің концепциясымен таныс болдыңыздар. Бұл заң қабылданса, қоғамға не болмақ? Таңертең ғана сізбен аманат түзу болған адам кешке сізді өлтіруге келсе не істейсіз? Адамдардың шынайы маскасы қандай? Заң бізге қаншалықты керек? 2 сағат 30 минуттан кейін тазарту басталмақ, яғни заңсыздық. Барлық адам жұмыстарына шығып үйлеріне асығуда. Ал біздің басты кейіпкер Ева, ол шағын кафеде даяшы болып жұмыс жасайды. Ол да жұмысынан кейін үйге асығуда. Әрине ол байқұс пәтер жалдап тұрады. Ал пәтер иесі мына тақырбас. Бұл сопақтың біздің Еваға көңілі бар. Байқұс Ева сырқат әкесі мен жалғыз қызымен бірге өмір сүреді. Ал фильмнің келесі басты кейіпкері Малдыбай. Малдыбай бұрындар қарулы күште қызмет атқарған әскери адам. Жұдырықтасу тапанша қаруларды 5 аспап меңгерген қармаулы жігіт. Малдыбай заңсыздық күнін асыға күткендердің бірі. Өйткені 4 ай бұрын оның баласын біреу тапаншамен өлтірген. Бірақ ол сотта айыпсыз таңылып қылмысына еш жаза алмаған. Осылай Малдыбай кек алуға жолға шықты. Және де біз фильмнің тағы да басты кейіпкерлері Пістегүл және оның жігіті Серікпен танысамыз. Уақыт әлі бола бермегендіктен олар 1-2 азық-түлікпен керек жарақ алып тездетіп қайтпақ болғанда бір топ жігітпен кезігіп қалады. Бұл жігіттер заңсыздық уақытын күтіп небір сұмдық қылмыс істеге жүргені айдан анық көрініп тұр. Бірақ әлі уақыт болған жоқ. Біздің екеуі пұтына жіберердей қорқып жылдамдатып үйіне тартса да, жолда көлігі бұзылып қалады. Сөйтсе әлгі жігіттер көлігін білдіртпей бүлдірген екен. Және олар біздің екі байқұстың артынан еріп келуде. Бұл заң кедей халық пен әлсіз топты жоюға арналған үкіметтің құйтырқы саясаты. 12 сағат аз уақыт емес. Халық бұл заңға қарсы шығуымыз керек. Заң бізге керек. Бұл Кармело, тазарту заңына қарсы келуші. Ол адамдарда бұл заңға қарсы келуіне үгіт насихат жүргізетін ерікті азамат. Осылай уақытта таяды. Сол кезде Еваның әкесі хат жазып қалдырып, үйден жасырын шығып бір көлік отырып кетіп қалады. Сол кезде тікелей эфирде тазарту заңсыздық ашық екенін жариялайды. Таңғы 7-ге дейін еш заң жоқ. Void. Мемлекетте адам сенгісіз жағдайлар орын алуда. Біздің үйге жете алмай қалғанын сорлы Пістегүл мен Серік әлгі жігіттерден жай аулатып қашып жүр екен. Сол кезде Ева және қызы әкелерінің қалдырған хатын тауып алады. Бүгін мені бір бай отбасы өлтіреді. Ақысы ретінде сендерге $100,000 жібереді. Мына сұмдық күннен аман шығып, сол ақшаға жақсы өмір сүріңдер. Қош болыңдар қыздар, қош. Хатты оқып тебіреніп көңілдері босап отқаны сол-ақ еді әлгіндегі пәтер иесі тақырбас олардың үйіне Еваны зорлауға келіпті. Бағы дейміз ба, кино заңы дейміз ба.
Сол мезетте ол үйге әскерилер келіп тақырбасты шорық тесік қылып, қыздарды сүйрелей жөнеледі. Ал сол маңнан біздің Малдыбай да табыла кетеді. Бейшара қыздарды көріп, көмек қолын соссам бекен, әлде басымды алып қашсам бекен деп ойлана, кино көріп отқан біздерге өз қабілетін көрсетуге шешіп, әскерилерді өзі жалғыз жайратып салады. Ал сол маңнан біздің Пістегүл мен Серік те табылды. Ашық тұрған Малдыбайдың көлігіне отырып алды. Малдыбай анасы мен қызын ертіп көлікке келсе, әрине Пістегүл мен Серік жайғасып алыпты. Бұндай уақытта кезіккендер қалай бір-біріне оңай сене қалсын. Солай дауласып тұрғанында әлгі маскалы жігіттер де келді. Осылай осы бесеудің тағдыры ұштасып, қаласа да қаламаса да бірге қашудан басқа таңдау жоққа тірелді.